Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadullah Rabbil Alamin. Salli salatan wa salaman alal habibil amin. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Барлық мадақ мақтау әлемдердің Раббысы, мейірімді, рахымды Раббымызға әрдайым болсын. Алла Тағаланың сүйіктісі пайғамбарлардың асылы болған Мұхаммедке, оның отбасына, оның сахабаларына, о кісіге игілікті елескен барша момын мұсылмандарға, сіздерге, біздерге Алланың есендігі, амандығы, берекеті болсын. Баршамызға қайырлы, берекелі мәжіліс болсын, иншалла. Өткен сабақта пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, біз бірден сирасынан бастамаймыз дедік. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға қатысты болған ілімдерден бастаймыз деген едік. 5 ілімге кірдік. Біріншісі шамаил болды. Әрбір бейсенбі күні ертең кешке сабақ болады осы жерде шамаилдан. 4-ші сабақ, 4-ші сабақ болады. Өте керемет болып жатыр. Қатысып жатқандар білет. Көзіңе еріксіз жас келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сипаттарын айтқан кезде қандай керемет сахабалар. Бұл шамаил ілімі пайғамбар саллаллаху болмысы және мінез құлқы жайында. Екінші ілімді айттық, бұл сира деп айттық. Міне біздің ертең кіретін сабағымыз иншалла. Үшінші ілімді айттық, сира деген 63 жыл өмірі пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Фадаил деген ілімді айттық. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның өзге пайғамбарлардан жалпы дүниеден абзалдығы жайында. Төртінші ілім туралы айттық, бұл далаил деп аталады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жасаған мұғжизалары, ирхастары, пайғамбарлыққа дейінгі жасаған, істеген, Алла Тағаланың бағындырған нәрселері. Соңғы 5-ші ілім бұл хасаис деп аталады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзіне ғана арналған нәрселер. Оның барлығын біз айтып кеттік, қайта-қайта айта бермей қояйық. Енді біз сол екі ілімнің басын бірге қосып жатырмыз. Демек, бұл мешітте иншалла пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның 5 ілімінің 3 ілімінен сабақ беріліп жатыр. Шамаилден, сирадан және фадаилден. Міне сираның алғашқысы кірмей тұрып, біз осы фадаилге кіріп кетіп жатырмыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның абзалдығы. Өткен сабақта жалпы абзалдығы туралы айтқан болсақ, бүгінгі сабақта жеке-жеке әрбір пайғамбардан абзалдығы жайында айтамыз. Кеттік. Ең бірінші адамзаттың алғашқы жаратылған атасы Әбул Башар деп айтады. Адамның атасы, яғни бүкіл адамзаттың атасы, болмыстың атасы, адамзат болмысының, бұл Адам алейхиссалам. Адам алейхиссалам Құран кәрімде бірнеше мәрте Хауана екеуінің қиссасы баяндалған. Оның қиссасын Алла қаласа алдағы уақытта пайғамбарлар қиссасы деген сабақ бастаймыз. Сол кезде айтамыз толығымен. Бізге тек бүгін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның абзалдығы жайында ғана айтамыз болды. Кеттік па? Ең біріншісі бе дейді. Мына кітапты бірден айтып кетейін. Мен өзім сөзімнен айтпайын. Бүгін сабақтың барлығы Шейх Муайин Аун Ал-Қаддуми деген шамдық ғалымның кітабы бойынша айтамыз. Әл-Фадаил Ахмадия вәл Фавадил Мухаммадия деген кітабы. Ең бірінші дейді, бұл кісі айтады, Алла Тағала Адам алейхиссаламды өзі жаратып жатты дейді. Дұрыс па? Адам атаны Алла Тағала жаратып жатты. Жаратып жатқан кезде білеміз барлығымыз, шайтан бар ғой, ібліс, Алланың лағнеті болсын, Адам атаның әрбір қуысына кіріп шығып жүрді дейді ғой, ішіне ше. Мына жағынан кіреді, бізде тесіктер бар ғой денедегі. Соның мына шетінен кіріп, мына шетінен шығып, мына шетінен кіріп, мына шетінен шығып сөйтіп жүрді дейді. Сөйтіп жүріп, адамның ең әлсіз жерін тауып көріп кеткенде, бір шаулып өткенде, өйтіп бүйтіп жүрген кезде шолып көріп кетті де, сөйтіп адамның қай жерін тауып алды дейді, әлсіз деп, жүрегін тауып алды. Жүрегін. Юас уису фи судури нас деді Алла Тағала, адамның көкірегінен, жүрегінен ой салады деді Алла Тағала. Көрдіңіз бе? Ана кіріп шығып жүрген кезде іліп кетіп жүр екен ғой бірдеңені. Сөйтіп адамның әлсіз жерін ұстап тауып алды дейді. Рахмет Алла. Сөйтіп Адам алейхиссалам, қараңыздар, рух пен дин, әлі рух үрленген жоқ Адам алейхиссаламға. Жаратылудың несінде болып жатыр, әрі процесінде болып жатыр, кезеңінде болып жатыр. Сонда әлі рух үрленбей тұрып, дене мен рухтың арасында жатқан кезде Алла Тағала пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбарлық мәртебені Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямға беріп қойған дейді уже. Көрдіңіздер ме? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қайда әлі? Арасында пәленбай ғасырлар бар Адам ата екеуінің арасында. Бірақ алғашқы Әбул Башар, адамның атасы жаратылып жатқан кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям келетіндігі жайындағы хабар не істеліп қойған екен, уже белгіленіп қойған екен. Ана қараңыздар. Бұл Алла елшісінің Адам атадан ең бірінші дәрежедегі абзалдығы дейді. Кеттік ары қарай. Түсінікті ғой? Екінші абзалдығы
Енді ол жерде үлкен қисса бар жаңа. Періштелердің келіп, неге жердің бетінде қан төгіс жасайтын, бұзғындық жасайтын адамды жаратып атсың деп айтатын Алла Тағала. Ол енді өз алдына үлкен сабақ енді. Періштелер қақтан біліп қойды ананың өйтіп айтқанын деген сияқты. Иншалла оны пайғамбарлар тарихында айтамыз. Одан кейін екінші пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам абзалдығы, мынаны басамыз ау шамалы, дауысын басу керек. Микрофон дауысын басуға бола ма кішкене? Өзім қорқып кетіп жатырмын ғой даусынан. Екінші абзалдығы баршамыз білетіндей, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға, Адам атаға Алла Тағала бұнда айтқанмын, «Усджуду ли Адам» деп айтты ғой, періштелерге сәжде қылыңдар, құрмет сәждесін. Сонда «Фәсәжаду» деді. Барлығы сәжде етті, құрмет сәждесін. Бұл айттық біз, «Фәсәжаду» деген бұл өткен шақ етістігі. Сәжде етті деген, өткен шақ деген өтті кетті деген. Фиал мады деп айтты, дұрыс. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға тек анау періштелер ғой сәжде қылып жатқан, дұрыс па? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға «Инналлаха» деді Алла Тағала. Алла Тағала «Ва малаикатаху» деді. Бүкіл періштелері «Юсаллуна» деді ғой, әрдайым салауат айтып тұрады деді. «Юсаллуна аля наби». Пайғамбарға әрдайым Алла және оның періштелері салауат айтып тұрады дейді. Және оның үстіне тағы бір нені қосты ғой, жаратылысты. «Я айюхаллазина аману», ей иман келтірген момындар, мұсылмандар, «Соллу алейхи ва саллиму таслим». Сендер де пайғамбарға әрдайым салауат сәлем жолдап тұрыңдар деген аятты қосты сондай нені. Көрініп тұрмын ба жақсы? Демек, бұл процесс әлі не істеліп жатыр? Жалғасып жатыр. Қиямет күніне дейін пайғамбарға Алла және оның періштелері, момын мұсылмандар тоқтамай салауат айтып тұрады екен. Ал Адам атаға сәжде қылды болды дейді. Ол өткен шақта өтті де кетті дейді. Қайсысы абзал болды айналып келген кезде? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам абзал болып шықты дейді. Алла Тағала келесісі, үшіншісі. Алла Тағала Адам атаны Құран кәрімде пайғамбарлықпен айтпаған дейді. Ла михатибул Құрану бин нубуа дейді. Ешқашан Адам пайғамбар деген аят бар ма Құранда? Адам Алланың елшісі деген сияқты. Жоқ дейді. Тіпті ғұламалардың арасында кейбір көзқарастарда Адам атаны пайғамбарлыққа кіргізбейтін ғалымдар бар. Пайғамбарлық кімнен басталады дейді? Идристен басталады деп айтатындар бар. Алейхиссалам. Сондықтан мына жерде енді қараңыздар. Алла Тағала ешқашан Адам алейхиссаламды пайғамбарлықпен айтпаған Құранда, біліп жүріңіздер. Бірақ Адам деп атын айтқан. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның Мұхаммед деп атын айтқан және Расулулла деп айтқан ғой Алла Тағала. Жаңа ғана шам намазында оқыды ғой. Мұхаммадун Расулулла деді. Мұхаммед Алланың елшісі деп кесіп қойды Алла Тағала. Валлазина мааху ашиддау алал куффар рухамау байнахум деді. Оған ілескендер, онымен бірге болғандар қандай? Кәпірлерге, Аллаға қарсы шығушыларға тым қатал, өз араларында мейірбан деді Алла Тағала. Момын мұсылманның сипаты өз арасында қандай болу керек дейді Алла Тағала? Мейірбан болу керек дейді. Қатал көзбен, қатал тілмен ешқашан оны жазғыруға болмайды дейді. Жүзінен көрініп тұратын адамдар бар ғой, жүрегіндегі жек көрінішілігін жүзінен көріп тұрасың. Ол да Мұхаммедтің үмметі бірақ. Бір аятқа сайкес келмейді екеуі бұлай. Көрдіңіз ба? Алла баршамызға хидаят берсін енді. Ар жағында кеттік. Бұл нешіншісін айттық? Үшінші. Төртіншісі Адам алейхиссаламнан абзалдығы. Алла Тағала мына жемісті жеме деді. Адам атаға айтты, мына жемісті жеме деді. Дұрыс па? Шайтан келді, айтты, шайтан сенің анық дұшпаның деді Алла Тағала. Бұған ешқашан бойсынба деді. Жақсы деп кетті негізі Хауана екеуі. Бір күні шайтан келді, Ібліс қой енді оның аты. Ібліс келді, мынаны жесей деді ғой. Именно сол қайтарылған ағашты жесей деп жатыр. Бұны жесең, мәңгі өлмейтін болып қаласың дейді. Адамның ең әлсіз жерлерін ұстап алып жатыр ғой. Адам ешқашан өлгісі келмейді. Өмір сүре берген келеді ұзақ. Және билік беріледі деп айтқан дейді кейбір хабарларда. Ей, билікке жетесің, қарасай, адамның әлсіз жерін көрдің ба? Мына кресло деген нәрсе не? Жаман жабысып қалса. Билік береді Алла және өміріңді ұзақ қылады деп айтады дейді. Кет сен Алла Тағала дұшпан деп айтқан дейді. Кет деді, қуып жіберді бірінші күні. Анау екінші күні қайттан келді ғой жаңа Ібліс. Дәл сол әңгімені айтты, кет деді, қуып жіберді. Үшінші күні келді, дәл сол әңгімені қуып, 4 келді, 5 келді.
Соңында 6-7 күндері ібліспен әңгімелесіп отыр дейді ғой жаңа адам атамыз. Ұмытып кетті анаң дұшпан екен. Көрдіңіз ба? Ғалымдарымыз айтады ғой, көрдіңіз ба? Күнәні жасайтын кезде адам біріншісінде білет дейді оның дұрыс емес екен қайтарылған. Көрдіңіз ба? Сосын ана азғырушы келеді дейді, бір көрсей деп. Ой, кет, дұрыс емес ол деп. Бәрібір 2-3 адам бара-бара соны істеп, кейін күнә екендігін ұмытып қалады дейді ананың. Көрдіңіз ба? Жүрегіңе кіріп кетеді де, болды. Күнә екенін ұмытып қаласың. Сөйтті де сол себепті екеуі енді адам ата ұмытып істеді ғой, дұрыс па? Әдейі істеген жоқ. Раббыма қарсы шығам тәкаппарым жоқ. Ұмытып істетті адам ата. Сонда ұмытып қойған Алла Тағала Құранда айтады: "Валақад ахидна иля Адам" дейді. "Мин қабл фанасия" дейді. Біз бұдан бұрын дейді, адам атаға жеме деп әмір еткен едік дейді. Құранда айтады Алла Тағала. Алайда ол фанасия, "Валам наджид лаху азма". Алайда ол өзінің жадынан сол нәрсені шығарып алды дейді. Жеме деген нәрсені ұмытып қойды дейді адам. Сөйтіп жеп қойды дейді. Ал енді қараңыздар, адам ата ұмытып қалды деп жатыр Алла Тағала. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хаққысына келген кезде Алла Тағала айтады: "Сануқриука фала танса" дейді. Ей Мұхаммед, біз саған өзіміз үйретеміз, өзіміз оқытамыз, сен ешқашан не істемейсің, ұмытпайсың дейді. Кепілдікте кім тұр? Алла Тағала, өзім тұрам деп жатыр, ал керек болатын болса. Одан кейінгі Адам алейхиссаламның мәселесінде сол жаңағын жеді, Хауа анамыздың екеуінің есінің бәрі ашылды, әуреттері ашылып қалды. Ол да Құранда келген Таха сүресінің 121 аятында. Сөйтіп Раббысына жаңағы нені жеп асылып қылып қойды енді бұлар. Әуреттің бәрі ашылған кезде жәннаттың жемістерінен жаңағы жапырақтарынан алып әуреттерін жапты дейді Алла Тағала айтады. Адам ата мен Хауаны. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның әуретіне келген кезде, онда айтқанмын, айналадағылар не істейтін болған? Өздері келіп жабатын болған. Бірнеше риуаят бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өмір баянында бірнеше риуаят бар. Талдардың келіп, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам дәрет сындырайын деп жатқан кезде келіп, қоршап жауып алғандығы жайында. Бір риуаяттарда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бір талдың түбіне барады, анан енді бір талдан көрініп қаласың ғой. Сонымен екінші талға Алланың әмірімен бойсын деп айтты дейді да. Ана тал келді, екі тал қосылды дейді да бір-бірімен. Сөйтіп сол жерге дәрет сындырған дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Ашылып қалып жатыр ма? Жоқ. Оны жабушылар өздері келетін болған дейді. Тіпті бір хабарларда ұйықтап жатқан кезінде келіп, бір талдың құшақтап кететіндігі жайында айтқан пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды. Бүйтіп түгелімен бүйтіп жауып кеткендігі жайында айтқан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ұйықтап жатқан кезінде. Сахабалар соны көріп отқан ғой. Кейін оянғаннан кейін сұраған: "Я Алланың есі осындай болды" деп. Бір құшақтауды Раббысынан сұраған екен деп айтты дейді да. Махаббаты талдың ше. Бұл ондай оқиғалар енді бұл пайғамбар саллаллаху алейхи ертең мұғжизалары деген сабақтарда өтеміз Алла қаласа. Одан кейінгі Адам алейхиссалам Құран кәрімде жаңағы оқиға байланысты сол оқиғаның төңірегінде кетіп жатыр бәрі. Ва аса адаму раббаху фагауа дейді. Алла Тағала айтады. Адам алейхиссалам Раббысына асылық қылып шалыс басып қойды дейді ана жерде. Ұмытып шалыс басып қойды дейді. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға келген кезде Алла Тағала айтады: "Ма долла сахибукум ва ма гауа" дейді. Сендердің жолдастарың, яғни Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам адасқан да жоқ, тура жолдан тайған да жоқ дейді. Ауытқыған да жоқ дейді. Көрдіңіздер ме? Алла Тағала оны біз тура жолға осылай сақтап қоямыз, Раббысына ешқашан қарсы келмейді деп жатыр Алла Тағала. Ана қараңыздар, қандай керемет нәрселерді айтқан. Мінекей бұл осы Адам алейхиссаламның пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан мәртебе жағынан бәрібір төмендігін Алла Тағала аяттарда көрсетті бәрібір. Бұл деген сөз адам атаны төменге ұрып тастау емес, Құдай сақтасын. Бір нәрсені біліп алайық. Біз олардың барлығына түгелдей иман келтіреміз, бірақ мәртебе тұрғысында пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам барлығынан жоғары тұрады. Кеттік ары қарай. Адам алейхиссаламнан кейінгі пайғамбар бұл Идрис алейхиссалам. Сахих хабарларда Идрис алейхиссалам деп айтады. Идрис білесіздер, өмір баяны туралы өте аз мағлұмат. Бірақ Алла Тағала Құран кәрімде Идрис алейхиссалам жайында айтады: "Вазкур фил китаби Идриса иннаху кана сиддиқун набия" дейді. Кітаптағы Идрис пайғамбарды еске ал дейді Алла Тағала. Ақиқатында ол шыншыл пайғамбар еді дейді. Кетті ма? Пайғамбар деп жатыр. Елші деп айтқан жоқ Алла Тағала Идрис алейхиссаламды. Ал енді пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға не деп айтты? Я айюхар расул деп айтты. Ей елші деп жатыр.
ана Идрис алейхиссаламды елші деп жатыр ма? Жоқ. Пайғамбар деп жатыр. Демек, ғалымдарымыз елші мен пайғамбардың арасында айырмашылық бар, білесіздер ғой? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам пайғамбар да елші де болған. Идрис алейхиссалам тек қана пайғамбар болған дейді. Пайғамбар, нәби деген сөз, нәби, бұл пайғамбар деген. Бұл алдыңғы пайғамбарлардың шариғатына ілесуші адамды нәби деп айтады. Түсінікті ғой? Өзінің алдындағы пайғамбардың шариғатымен жүреді. Сол нені насихаттайды. Ал расул болатын болса, онда жаңадан шариғатпен түседі дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам шариғаты өзіне дейінгі бүкіл пайғамбарлардың шариғатын мансух қылған, яғни күшін жойып келген. Міне, Идрис алейхиссаламнан ең бірінші артықшылығы осы дейді. Екінші, Алла Тағала Құран кәрімде «Варафа'наху маканан алия» дейді. Идрис пайғамбарды біз биік мекенге көтердік дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Миғраж түнінде Идрис пайғамбармен қай көкте кездеседі? Нешінші көкте кездеседі? 2 ма, 3 ба, 4 ба? 4. Дұрыс айтады. 4 дегендер дұрыс айтты. Идрис алейхиссаламмен пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам 4-ші көкте кездеседі Миғражда. 4-ші көк өзге пайғамбарлар үшін не болды? Биік мекен болды. Яғни үстем, мәртебесі жағынан биік мекен болды. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жанында ол не болмады? Биік мекен болмады. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам 5-те кіммен кездесті? Харунмен кездесті. Әлі дұрыс білмейді екенбіз ғой. 6-да Мұсамен кездесті. 7-де Ибрахим алейхиссалам. 8-де жоқ қой, 8-де ешкім кездесті. Одан ары қарай кейін Сидратул Мунтаха деген жерге дейін барды. Одан ары қарай ешкім өткен жоқ. Кімнен басқа? Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламнан басқа. Алла сондықтан «Варафа'на лака зикрак» деді Алла Тағала. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хақысында. Мұхаммед, біз сенің атыңды, есіміңді, өзіңді үстем етіп қойып қойғанбыз дейді, болды. Ешкім оны ешқашан түсіре алмайды. Қаншама пайғамбардың атынан жаман әңгіме айтыла берсін, ешқашан Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның мәртебесін ешкім түсіре алмайды. Раббысы оны көтеріп қойған өйткені. Одан кейін Идрис алейхиссаламнан тағы бір артықшылығы дейді. Идрис пайғамбар адам атадан кейінгі пайғамбар деп аталған тұңғыш не екен? Тұңғыш кісі пайғамбар екен. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тағы да келтірген, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның пайғамбарлығы Идрис алейхиссаламның әкелерінің әкесі жаратылып атқан кезде беріліп қойған дейді. Адам ата рух пен дененің ортасында болған кезде пайғамбарлық мәртебені беріп тастаған дейді. Тағы бұл бұған да дәлелге келеді екен. Және Идрис алейхиссалам, біле жүріңіздер, бұл Ибн Хиббанның хадис жинақтарында келеді. Жер бетінде тұңғыш рет қаламменен параққа бетіп жазуды жазған кісі, әріптерді құрастырған кісі кім? Идрис алейхиссалам дейді. Қаламды бұлай қышырлатып қойып жазған кісі Идрис алейхиссалам болатын болса дейді. Ана ғалымдарымыз айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мынау дүниедегі қалам емес дейді. Миғражға шыққан кезде анау Раббысының құзырындағы тағдырдың тақталарына жазылып жатқан қаламдардың дауысын естіп өтті дейді қасынан. Бұл да пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның Идрис алейхиссаламнан абзалдығын білдіреді дейді. Кетті ма Идрис пайғамбар? Бұлай көңілге қонымды ма, қанағаттанарлық ма? Сөйтіп айтып қойсаңыздар енді, ғалымдар ше. Ғалымдардың еңбегі ғой. Кеттік. Нух алейхиссалам дейді. Нух алейхиссалам білесіздер 950 жыл ғой, басталады ғой, 950 жылмен басталады ғой әңгіме. 950 жыл шақырды, факаззабуху деді. Қауымы бәрібір өтірікке шығарды деді Нух пайғамбарды. Бәрібір өтірікке шығарды деді. Сонда Алла Тағала Нухтың жанындағыларды біз аман сақтап қалдық, тек қана иман келтіргендерін ғана деді. Құран кәрімнің Юнус сүресінде айтты Алла Тағала. Және біздің көз алдымызда ол не істеді дейді, қайықты, кемені жасады дейді Алла Тағала. Сөйтіп өзімен бірге иман келтірген бірге кемеме кетті. Қауымы Нух пайғамбар тірі тұрғанда да азапталып, судың астында батып өлді дейді. Біз өткенде айтқанбыз, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға берілген мәртебе
пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қауымы деген быт-шытын шығарып жатыр. Меккеде де быт-шытын шығарды, Мәдинада да быт-шытын шығарды. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қауымы жермен жексен болып азапталып кетті ма? Жоқ. Алла тағала وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ дейді. Ей Мұхаммед, сен олардың ішінде тірі тұрған кезіңде Алла оларды азаптамайды дейді. Сенің құрметің үшін деді. Одан кейін мынау Нух алейхиссалам дұға қылады. Нұх сүресін оқып жүрген болсаңыздар, وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارَ дейді. Раббым, мына жер бетінде өзіңе қарсы шығатындардан бірде-бірін қалдырмашы деді. Құртшы бәрін деді. Алла тағала дұға қылып жатыр. Нұх пайғамбар болды енді, шаш ағартты, мынау шашты ағартты қауым дейтін. Өйткені бұлар кәпірден басқа ештеңе тумай жатыр деді ғой. Енді қараңыздар. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өмірбаянында екі кезең бар. Өміріндегі ең екі ауыр кезең бар. Біріншісі Меккеде қай кезең? Таиф күні. Екіншісі деп айтсаңыздаршы, Ухуд. Мәдинада. Меккеде біреу, Мәдинада біреу. Жақсылап түсіріп алыңыздар. Сонда қараңыздар. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Таифтан шығып келе жатыр. Білесіздер, 4-5 шақырым бойы таспен ұрғылады, үсті басының бәрі қара қан. Раббысына сондай өзінің әлсіздігін айтып дұға қылды. Алла тағала оның дұғасына азғантай уақыттың ішінде жауап берді. Қарнул Маназил деген жерге жеткен кезде Жабраил періштемен тау періштесі келді. Сөйтті де Мұхаммед тау періштесін жіберді. Алла тағала сенің дұғаңды есітті деді. Енді сөйлесе бер деді. Сонда тау періштесі, ей Мұхаммед, бұйыр маған деді. Мен ақшабайын да әкеліп үстіне қойып қоям Таифтың деген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не деді? Аллахумма хди қауми деп айтты дейді ғой. Я Алла, бұл қауымды тура жолға сала көрші. Фа иннахум ла я'ламун. Бұлар менің пайғамбар екенімді әлі білмей жатыр. Ей тау періштесі, сен келген шаруаңмен кете бер өзің. Келдің, ол шаруа бітпейді, бәрібір кете бер деп айтады дейді. Бұлардың ұрпақтарынан Аллаға иман келтіретін адамдар шығатын шығар деп мен үміттенемін деді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Көрдіңіз ба? Қан жоса 10 күн бойы иманға шақырды. Бірде-бір адам иманға келген жоқ. Сөздерін көрсең, сөз бұдан ауыр ғой, тастан да ауыр ғой сөз деген. Сөз деген сүйектен өтіп кетеді ғой. Тас кейбір сүйектеріңе тимейді ғой, еттеріңе тиеді ғой. Не деп айтты білесіздер ғой? Қатырыпты Құдай деді. Құдай сені пайғамбар қылса қатырыпты деді. Сенен басқа адам таппай қалды ма деді, Таифтағылар айтты ғой. Құдай сені пайғамбар қылған болса қағбаның жыртысын жыртып тастапты онда деді. Үшінші айтады дейді, сенің пайғамбарлығыңа иман келтірейін не, келтірмейін не, бір тиын маған деп айтады. Бір тиын сенің пайғамбарлығың. Сондай ауыр сөздердің бәрін мойнына жүк қылып алып, оның үстіне таяқ жеп, соңында жазалауға келген кезде бұларды Алла тура жолға салшы деп дұға қылып жатыр. Рахым сондай пайғамбар. Қараңыздар, енді сол тағы бір артықшылығын қараңыздар. Нұх пайғамбар 950 жыл шақырғанда басым риуаяттарда 20-ға жетпейді дейді адамның саны иманға келген. Демек кемеге мінгеннің көбі жануарлар болып тұр ғой, адам емес. Жұп-жұбымен жануарлардан мінгізіп алды ғой. Адамның қасында сонда бәрібір жануар жақсы болмайды. Адам бәрібір акрамна дейді, Алла тағала адамды не құрметті қылып жаратып қойғанбыз деді. Өзіміз төмен түсірмей қояйық. Бірақ иман келтірген адамның мәртебесі, келтірмеген адамның мәртебесі бәрібір жағдай қиын. Хайуаннан айырмашылық жоқ дейді ғой, кейбіреулер айтады ғой. Хайуанда ішет жейді шат дейді. Ол да ішет жейді шат дейді. Хайуандар қайта истиғфар айтып тұрады дейді. Салауат айтып тұрады дейді. Бұда ода жоқ дейді. Бар ғой, дұрыс па? Хайуандар айтпай ма әлде салауат? Бүкіл жаратылыс көк пен жердің ортасы Раббысын тасбих қылып тұрады дейді Алла тағала Құранда айтады. Қандай жаратылыс болса да, шөп болса да, ағаштың жапырағы талы, барлығы Раббысына не айтып тұрады? Истиғфар, тасбих айтып тұрады. Сіздерге де тасбих айтып жатыр қазір, білесіздер ма? Кімдер? Жалғыз ба не? Періштелер, құстар, судың астындағы балықтар, жердің бетіндегі бүкіл хайуанаттар ілім талап қылып келіп тұрғандарыңыз үшін истиғфар айтып тұрады дейді пайғамбар хадисінде. Мына олардың бәрі бостан босқа жаратылмаған екен демек. Судың астында қанша балықтың түрі бар білесіздер ма? Қойш, мир животный көрмегенсіздер ма не? Өтірік айтам, жоқ, ол ешкім білмейді оны. Санын күн сайын жаңа бірдеңе шыға береді дейді судың астында да. Санын ешкім білмейді, оны неге жаратып жатыр, оны не істеп жүр десек,
оның бәрі біз құсағандарға, ілім алушыларға тасбих айтып тұр екен ғой. Үйге қайтқанға дейін Алланың жаңағы бүкіл бұйырып қойған солай, олар қалама солай тасбих айтып тұрады. Құдай қаласа кешіріліп шығасыздар мына жерде иншалла. Сол жаңағы 950 жыл шақырды, мен тағы кетіп қалғам. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям неше жыл шақырды иманға? Кім айтты 23 жыл шақырды? Демек қанша жыл шақырды? Жария түрде Нұх пайғамбар сияқты қанша жыл шақырды? Ай, машалла. 17 жыл дейді. Дұрыс айтады. Сыйлық қайда береді? Салфеткеден басқа ештеңе болмайды. 23 жыл пайғамбар болды пайғамбар салсын. Білесіздер ғой, 23 жыл елшілік. Меккеде 13 жыл, Мәдинада 10 жыл. Енді қараңыздар, есептейміз. Меккедегі алғашқы 3 жыл не деп аталды? Жасырын. Демек жария айтып жүр ма бүйтіп? Жоқ, өзінің семьясына, отбасына ғана айтқан, жақындарына ғана. Тек қана сырттан жалғыз адам Абу Бәкірге ғана айтылған болды. Көрдіңіздер ма? Демек бүйтіп шақырған жоқ пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Сондықтан бізде жаңағы алғашқы исламды қабылдаған 10 адам деген кезде таппайсың кім екен, бірінші, үшінші кім, төртінші кім деп. Анау да айтып тұр төртіншімін деп. Мына жақта бір сахаба тұр, мен де төртіншімін дейді. Мына жақта тағы бір сахаба тұр, мен төртеудің төртінші болып қабылдадым дейді. Бәрі төртінші, сонда кім төртінші? Десек, бір-бірінен қорқып жүр екен ғой. Көрдіңіз бе? Бір-бірін. Негізі анау қабылдап қойғанда, бірақ мынаған әкеліп тұр, сенен кейін онда мен болып тұрмын ғой деген сияқты. Сөйтсе ол анаяқта басқа біреуге айтып қойған. Жасырын кетті ма? 3 жыл кетті ма? Алып тастаймыз. 23-тен 3 жылды алып тастадық. 20 жыл қалды. Енді тағы 3 жылды алып тастаймыз. Ол қай жылдар? Байкот жылдары. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның пайғамбарлығының 7-ші жылынан бастап 47 жасынан 50 жасына дейін Меккенің сыртына шығарып жіберген пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды. Ашаршылық, байкот, үйленбейміз, қыз алыспаймыз, қыз беріспейміз, сөйлеспейміз, сауда саттық жасаспаймыз деген. 10 есе қымбат қылып сатқан бағаларды. Кеше ана не де айттық қол абағады. 120 теңге дейді қазір. Пияз 120 теңге ма? Сондай дейді ғой, енді әйелдер білетін шығар. 120 теңгенің пиязын 1200 теңгеден сатқан 1 килограмм. Көрдіңіз ба? Сол байкот жылында 3 жыл бойы пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дағуат жасай алмаған, исламға шақыра алмаған адамдарды. Тек қажылық айларында тип қашып бір-екі тайпаға айтқан дейді. Көрдіңіз ба? Демек 23-тен 6 жылда аламыз, 17 жыл ғана жария түрде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям иманға, исламға шақырған. Мына жерде айтып жатыр, дахала фи динихи афважун минан нас дейді. Оның дініне 17 жыл шақырса да, афваж деген толасыз адамдар дініне келген дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Анау 950 жыл Нұх пайғамбардың өмірінде болмаған нәрсе ғой дейді. Фи фатратин заманиятин ақал деген, яғни азғантай уақыттың ішінде деп жатыр. Кетті ма? Ары қарай Нұх алейхиссалам біліп жүріңіздер. Бұл өте маңызды мағлұмат. Нұх алейхиссалам жер бетіндегі ең алғашы рет Даджалмен қалай ескерткен адам. Жер бетінде ең алғаш рет Даджалмен ескерткен пайғамбар кім екен? Нұх пайғамбар, біліп жүріңіздер. Бұл хадисте де келеді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Мен де ескертем дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Бірақ екеуміздікі екі түрлі дейді. Ал қара, қызық басталды. Нұх пайғамбар қауымына ескертіп жатыр. Ертең Даджал келіп қалуы мүмкін деп жатыр Нұх пайғамбар. Иманға келіңдер, Даджал келіп қалуы мүмкін, сендерді тозаққа қарай сүйреп алып кетеді деп айтып жатыр. Бірақ Нұх алейхиссалам Даджалдың бір сипатын айтпай кеткен дейді. Мына қараңыздар. Бізге рахат жақсы болды да, бізге де тастап кетсе болады еді. Ертең қияметтің үлкен белгілерінен Даджал шығады, оған ермеңдер десе, сөйтіп айтса болады негізі, болады, сол жеткілікті. Бірақ бізге пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям соқырға таяқ ұстатқандай етіп сипаттап кеткен ғой басынан аяғына дейін. Көрдіңіз ба? Не істемес үшін? Ілесіп, еріп кетпес үшін дейді, бірақ үмметтің ең көбін тозаққа сол алып кетеді дейді. Мұхаммед пайғамбардың үмметінің ең көбін кім алып кетеді? Мәсіх Даджал алып кетеді. Бұл білесіздер, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям
Мен сендерге Дажжал туралы айтам, фа иннаху ағуар деп айтқан. Ағуар деген көзі солып қалған деген. Яғни екі көзі бар, бірақ бір көзі не? Солып қалған. Қазір барлық жерде бір көзді не қылып жатыр? Хит қылып жатыр, реклама қылып жатыр. Адамдардың миын әдемілеп дайындап беріп жатыр ғой. Ертең бір көзді бірдеңе болып жатса, ешқандай не жоқ, проблема жоқ. Бұл табиғи нәрсе деген сияқты адамдарды дайындап жатыр. Ол сендердің раббыларыңмын деп айтады дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бірақ сендердің раббыларың одан пәк дейді, ана қараңыздар. Оның бір көзі бір хабарда оң көзі дейді, екінші хабарда сол көз дейді. Қалай болса да бір көзі солған жүзім сияқты дейді, андай қалай ақ біткен көз сияқты ғой бір көзі. Ақ біткен көз сияқты. Сондай жалпақ адам дейді, қызыл өңді хадистерде келген, иә? Маңдайында кафір деген жазуы бар дейді. Ана қарасаңшы, соған дейін айтып кеткен ғой. Шатасып қалып жатсыңдар. Оны әрбір сауаты бар адам, сауаты жоқ адам оқи алады дейді. Көрдіңіз ба? Маңдайындағы кафір деген жазуды оқи аласыз да. Сөйтіп ол келеді дейді. Жердің бетінде 40 күнге ғана келеді дейді. Болды. 40 күнде бұл үмметтің ең көбін тозаққа солап кетеді дейді. Бірінші күні бір жыл сияқты болады дейді. Екінші күні бір ай сияқты, үшінші күні бір апта сияқты, төртінші күнінен бастап сендердің күндерің сияқты болады дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Яғни ол кірмеген жердің бетінде қауым болмайды. Жылдамдығы нөсерлеп жауған жауынның жылдамдығындай дейді, естіп отырады дейді. Сондай нәрсені беріп қойған Алла тағала артына бүкіл дүниенің хазаин дейді ғой, жаңағы қазыналарын ілестіріп қойған дейді артына. Суы да, көлі де, шөбі де, малы да артында ілесіп жүреді екен. Ол шығатыннан бұрын жердің бетінде өйткені жұт болады дейді, қараңыздар. Адамның әлсіз жерлерінен ұстап алады да бұл. Қауымға келеді дейді. Қауымға келеді, жұт болып жатқан қауымға келеді екен де, егер де мені Құдай деп иман келтірсеңдер, көктеріңнен жаңбыр жаудырам деп айтады екен. Жерден шөп шығарып, малдарыңды көбейтіп берем деп айтады екен. Сонда ана қауымға көкке бұлтты шақырып, жаңбыр жаудырып, жерден шөпті шығарып, малдарын көбейткен кезде, сен Раббымызсың деп қауым түгел иман келтіреді дейді. Қауым. 3-4 адам емес, малы жоқ. Адам аш болған кезде бар ғой. Аш болсаң өз-өзіңе ұқсамайсың деген сол. Аш болған кезде адам, тарыққан кезде адам барлық нәрсеге бара береді. Сіздер білесіздер ма, тарих кітаптарында жазған, мынау ашаршылық біздің елдегі кешегі болған қолдан жасалған ашаршылықтың кезінде баласын жеп қойғандар бар, баласын. Өзің балаңды өзің жей аласың ба? Аман қалу үшін өзінің баласын қуырып асып жегендер бар, сорпа қылып ішкендер бар. Адам өзінің баласын өзі жей ала ма негізінде? Жоқ. Бірақ тірі қалып қою үшін адамдар сондай нәрсеге барған. Көрдіңіз ба? Сол аштықтың, жұттың кезінде келіп, аналар қарсы адамның әлсіз жерінен ұстап алып тұрған. Кейбір қауымдардың ішіне кіріп, қабірлерге барып, әке шешелерін тірілтіп береді дейді хабарларда. Көрдіңіз ба? Әке шешелерін тірілткен кезде, міне бүгін сенің Раббымыз екендігіне тағы да көзім жетті деп айтады екен жаңалар. Сондай Дажжал деген бұл өтірікші деген, кәззап деген, қазақшаға аударғанда. Айтатынның бәрі өтірік, істейтіннің бәрі өтірік, бірақ Алла оған тек қана мүмкіншіліктерді берген ең ауыр сынақ қылып дейді. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады, дүние жаратылғаннан бергі ең ауыр сынақ бұл Мәсіх Дажжалдың сынағы дейді. Жер бетінде ондай сынақ болған емес, болмайды да дейді. Көрдіңіз ба? Ең ауыр сынақ бұл Дажжалдың сынағы екен. Біреулер ойлайды екен, ол қашан, Дажжал келмесе мен барым жоқ. Жоқ. Егер де біреу басталып кетсе, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір қияметтің белгісі басталып кетсе, үзілген моншақ сияқты пытырлап кетеді дейді барлығы. Бірінен соң бір адам бүкіл қияметтің үлкен белгісін көріп шығуы мүмкін бір өзі. Сол моншақ сияқты пытырлап бірден соң бірі кетіп қалады дейді. Демек, мына біздің қазіргі болып жатқан сынақтар бар ғой, біз әшейін сынақтарда екенбіз да. Ол келген кезде анау адамдарды жұтып алып кетеді дейді ғой, жұтып. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, оның жанына келген адам екі нәрсені көреді дейді. Бір қолында су, бір қолында оты болады дейді. Егер де кездесіп қалып жатсаңдар, негізі кездеспеңдер дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Барынша қашып кетіңдер дейді. Көрдіңіз ба? Бірақ та кездесіп қалып жатсаңдар, суына емес, отына бар да көзіңді жұм деп айтады пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам.
Бірақ адамдар соны біліп тұрып, ана суының көркемдігі адамды баурап кетеді де, отқа барам деп тұрған адам суға қарай кетіп қалады дейді. Көрдіңіз ме? Мен имандымын, мен ғалыммын, мен тақуамын дегендердің алдарына шықпаңдар дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Мүлдем алдына шығуға болмайды, ананың бар ғой. Алдына шық, өз имандарыңа өздерің күмәнданып қаласыңдар дейді. Бұның бәрі хадисте келген. Ғалымдар, үлкен тақуалар оның алдына барғанда солай иланып қалып жатқан болса, біз құсаған қатардағы жауынгерлерге Раббымыздың рахым болсын. Алланың амандығы болмаса бар ғой, алып кетеді. Көп ғалымдар айтқан, әсіресе әйел кісілерді байлап болса да ұстап қалыңдар деген. Үйлеріңде байлап болса да ұстап қалыңдар. Өйткені олар естіген нәрсесіне иман келтіріп кете береді дейді. Ойбай, анау бір не келіпті? Жаңбыр жаудырады екен, шарбағыңнан андай нелер шығарады екен десе, қойш деп, сояққа барып анаған иман келтіріп кетуіне әбден мүмкін екен. Сондықтан оны байласа да ұстап қал деген сөзі, отбасыңды тозақтан сақтап қал деген сөз екен. Көрдіңіз ба? Енді бұл өте ауыр, дәжжалдың несі үлкен тақырып қой негізі, Мәсіх дәжжалдың тақырыбы. Онымен кездескен сахаба туралы да айтылады тарихта. Тамим ибн Аус ад-Дари деген сахабаның оқиғасы бар, дәжжалмен кездескендігі жайында. Христиан болған, Шам жерінде Палестинадан шығып, теңізге шықтық, сапарлатып 30 кісі болып дейді. Жолда кемеміз аударылды, толқынның астында қалдық. Сөйтіп бір аралда тұрдық дейді ғой, есіміз жисақ. Сол хадису жасаса деп айтады. Жасаса деген жағадай бір күзетші сияқты, тыңшы сияқты бірдеңенің хадисі деп аталады хадисін. Имам Муслимде келген сахих хадис. Сонда жаңағы жүн басқан дейді. Денесінің бәрі жүн дейді. Сонымен кездесіп қалдық. Сөйтіп анау біздің хабарымызды біліп тұр дейді ғой жаңағы. Сендерді үңгірде бір адам, жаңа бір жаратылыс күтіп отыр дейді. Барыңдар соған. Сөйтіп бұлар 30 кісі болып барсақ, қолы менен тізесі қосып, ұмытпасам солай, қолы менен тізесі қосылып кісенделген біреу отыр дейді қараңғыда. Сөйтіп сендер кімсіңдер деп айтты. Біз осындай өстіп аралға келдік дейді. Ақырғы заманның пайғамбары шықты ма деп айтады дейді. Шықты дейді. Ол арабтармен соғысты ма дейді. Яғни өзара ішіндегі соғыстар болды. Кім жеңді? Бірде анау жеңді, бірде. Табария көлінде су бар ма деп айтады дейді. Табария деген қазіргі Израиль мен Сирия, Иорданияның ортасындағы, орысша Тверия деп аталады, Табария көлі. Жер бетіндегі ең тұщы көлдің біреуі сол. Ішуге жарамды. Сол көлдің суы бар ма дейді, қарасаңызшы. Бар, адамдар одан пайдаланып жатыр дейді. Жақында ол тоқтайды дейді. Яғни тартылады дейді. Естіп жатсыздар ма хабарлардан тартылып жатқан? Табария көлінің ортасынан арал шыққан жігіттер. Арал, остров шығып жатыр. Остров қашан шығады? Көл тартылған кезде шығады. Жақында ол тартылады деп айтады дейді анау. Мүмкін емес деп айтады, андай үлкен көл. Кеше телевизордан шығып жатыр, қарасаңыздар, Табария көлінің ортасынан арал шыққан. Екінші дейді, Бисанның құрмаларын айтып беріңдерші маған деп айтады. Бисан деген. Бисан деген Табария көлінің батыс бөлігіндегі қала, қазіргі Палестина жерінде. Бисан деген жер. Сұлтан Бейбарыс атамыздың Монғолдармен Айын Жалут деген шайқаста соғысқан жері. Бисан деген жер. Монғолдарды жеңіп, кетбұған жеңіп, ислам әлемін сақтап қалған. Білесіздер ғой, ислам әлемін 3 адам сақтап қалған дейді. Соның біреуі Захир Бейбарыс дейді. Сұлтан Бейбарыс. Қалған екеуін кейін сабақтарда айтып беремін. Кіріп кетеміз басқа жаққа. Сол жер, айтайын дегенім, сол аймақ жаңа Бисан аймағы деп аталады. Бисандағы құрмалар өсіп жатыр ма деп сұрайды дейді жаңа. Өсіп жатыр деп. Жақында ол жердің құрмалары жеміс бермейді деп айтады. Дәл қазір интернеттен іздеп неден көрсеңіздер, Бисандағы құрмалар бұталып жатыр қазір ше. Көбісі кесіліп жатыр, көбісі жеміс бермей қалып жатыр. Сол Бисандағы тағы бір бұлақтың суы жайында сұрайды. Сол су, ол жерде су бар ма деп айтады жаңағы. Дәжжал сұрап отыр ғой бәрін. Су бар, адамдар онымен егіндерін суарып жатыр. Ол су жақында тартылып кетеді деп айтады дейді жаңағы Дәжжал. Сол кезде мен шығамын деп айтады дейді. Сонда сен кімсің дейді, Тамим айтады. Кімсің сен десе, мен Мәсіх Дәжжалмын дейді. Көрдіңіздер ме? Мәсіх деген сөз сүрту деген. Исаны да Мәсіх деп айтады. Иса сүртумен емдейтін болған адамдарды. Біз ертең келеміз Исаға алейхиссалам. Бұл Мәсіх
көзін сүртумен не істеніп қалған дейді, айырылып қалған дейді көзінен. Сол мен ертең неде шығамын дейді, сол жерден шығып бұлар кетеді Тамим ибн Аус. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға бірден Палестинаға емес Мәдинаға келеді дейді ғой. Мәдинаға келіп пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға таң намазының алдында жолығады. Таң намазының алдында жолығып, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға бүкіл болған оқиғасының барлығын айтып береді дейді. Жер бетіндегі тұңғыш сахаба пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға риуаят еткен дейді. Негізі пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хабарды риуаят етеді ғой сахабаларға. Бұл алғашқы сахаба пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға хабар риуаят еткен дейді. Сөйтіп сол жерде исламды қабылдап, кейін жер бетіндегі ең тақуа мұсылмандардың қатарына айналып кетеді Тамим ад-Дари деген сахаба. Енді ол өзінің өмірбаяны ұзақ. Жалпы айтайын дегеніміз, осы жерде Мәсіх Даджалмен не істеді, ол кездескен дейді. Кәдімгідей имам Муслимде келген сахих хадисте айтылады бұл. Сол Мәсіх Даджал, бұл Алла тағала сақтасын, бұның фитнасынан көп адамдар сақталына алмай қалады дейді, тек қана 3-4 адамнан басқа дейді. Білесіздер ғой, ғалымдарымыз айтады, ең алғашқы Даджалдың фитнасынан сақталынатын кісілер, біз енді Даджалға кіріп кетіп жатырмыз, жалпы біліп жүріңіздер деп айтып жатырмын. Мен білмеймін қашан шығатын оның. Бірақ шығып кетіп жатса дайын болайық деп жатырмын да. Ең бірінші сақ болып аман қалатын адамдар дейді, ғалымдар айтады. Кахф сүресін көрген кезде оқыған адамдар дейді. Құран кәрімде Кахф деген сүре бар. 110 аяттан тұрады. Ішінде үңгірдегі балдардың оқиғасы туралы айтылған, Мұса пайғамбардың қиссасы туралы айтылған. Әр дүйсенбі күні осы жерде сабақ болып жатыр Кахф сүресінен. Кахф сүресінің алғашқы 10 аятын дейді бір хабарда. Бір хабарда соңғы 10 аятын оқыған кісі Мәсіх Даджалдың фитнасынан аман қалады дейді пайғамбар саллаллаху алейхи хадисінде. Көрдің, оқу керек дейді. Көрдің, оқу керек ананы. Екінші аман қалатын кісілер дейді, ол шықты деген хабарды естіген кезде елден безетіндер дейді. Яғни Мәсіх демек дейді, Мәсіх Даджал жекелеген адамдарды іздеп қуып жүрмейді дейді. Қауымға кіреді, қауымды түгелмен кәфір қылады да кейін шығып кетеді екен. Келесі қауымға кетеді екен да. Сөйтіп кіреді, шығып кетеді. Қауыммен түгелмен қауымдарды мүртат қылады, діннен қайтарып алады дейді, исламнан. Қасында 70 мың яһудидің әскері бар дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады. Кетті ма екінші сақ болатын адамдар кімдер екен? Шықты деген хабарды білген кезде елден отбасын алып қашатындар дейді. Үшіншісі дейді, әрдайым намаздың соңында Мәсіх Даджалдың фитнасынан сақта деп дұға қылатындар дейді. Түсінікті ғой? Намаздың соңында біз екі салауаттан кейін Роббана атинаны айтамыз ғой көбіне. Жақсы ол да, жақсы. Бірақ мұсылман қорғанның ішінде Аллахумма инни аузу бика мин фитнати Мәсіх Даджал деген дұға бар. Мәсіх Даджалдың фитнасынан сақта мені деген дұғасы бар. Білесіздер ғой? Осыны қосып жүріңіздер иншалла. Алла тағала бір дұғамызды болмаса қабыл қылып, Даджалдың фитнасынан сақтаса, өйткені ол Алланың мақұлығы жаратып қойған. Соған тек мүмкіншілік берген Алла тағала, сондай үлкен мүмкіншілік берген. Адамдардың иманын сынау үшін, осы уақытқа дейін жиғанын сынау үшін адамдардың. Көрдіңіз ба? Енді ғалымдар қазір телефон бірдеңе деп айтып жатыр ғой. Жоқ, бұл телефон, бұл әшейін, бұл еронда болып қалады оның қасында. Телефонды алып кетіп жатыр ғой негізі адамды. Мына жерге дейін апарып тастап жатыр ғой. Телефон ойнамай қалады ол шыққан кезде. Құдай сақтасын. Төртінші сақ болатын адамдар дейді, өмірін барынша Раббысымен байланыстырған адамдар дейді. Тақуалықта әрдайым, бірақ оның өзі кездесуден сақ болсын дейді. Көрдіңіздер ма? Осы 4 сипаттағы адамдар естеріңіздер үшін Мәсіх Даджалдың фитнасынан сақталынатындар. Жердің бүкіл жеріне кіреді, тек қана 2 қалаға кіре алмайды дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Біреуі Мекке, біреуі Мәдина. Қашан ол 2 қалаға жақындаса, қылышын жалаңдатқан періштелер ол жерден қуып шығады дейді оны. Бірақ Құдайдың құдіреті, қараңыздар. Бірақ дейді, ол 2 қала өзінің ішіндегі мұнафықтарды сыртқа өз шығарып береді дейді бәрібір. Мәдина қаласына барған кезде, умрада жүрген кезімізде Сабха деген жер бар. Хадисте келген. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде келген Сабха деген жер бар. Мәдинаға умраға барсаңыздар, Мәдинаға барған кезде сол жерге таксистер апарат айтсаңыздар. Сабха деген жер Мәдинаның сыртындағы Мәсіх Даджалдың Мәдинадан шығатын мұнафықтарды күтетін жері. Аялдама. Место встречи дейді ғой. Сол жер. Сабха деген жер бар, сасық ана жерге. Біз бардық, машинамен көрдік, барып Мәсіх Даджалдың отыратын жер үлкен бір төбе екен. Сол төбеде Мәдинадан шығатын мұнафықтарды күтіп отырады дейді.
Қалай шығады ол мұнафықтар десек, дәжжал шықты деген кезде деп адамдар қалада отыра алмайды екен ше. Мә, андай құдіреттер бар ма дейді. Ақырында шығып кетеді дейді, ол көргісі келеді. Ол көруге шығады дейді, бірақ иман келтіріп кетіп қалады дейді барлығы. Меккеде де сондай дейді. Көрдіңіз бе? Тек қана бір ғана жігіт дәжжалға қарсы тұрып бере алады дейді, болды. Сол Мәдинадан бір жігіт шығады екен, өзіне сенімді, сондай әке шешесін тірілтіп берсе де, міне бүгін сенің пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтқан дәжжал екендігіне көзім жетті дейді. Сонда ана дәжжал бар ғой, оған өткізгісі келеді дейді, жаңағы сиқырлығын, өтірлігін. Өткізе алмайды дейді, өткізе алмайсың деп айтады дейді ана. Өз-өзіне сондай сенімді адам бір ғана жігіт шығады дейді Мәдинадан, болды. Алла тағала мынау дәжжалдың фитнасын сақтасын. Бұл өте үлкен фитна. Мына жерде кімді, Нұх алейхиссаламды айтамыз деп дәжжалға кіріп кетпіз ғой. Нұх алейхиссалам қауымын осылай ескерткен болса, дәжжал келеді деп айтқан ол. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям осындай қылып сипаттарының барлығын айтып беріп кеткен. Енді сұрақ туылады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұл Мәсіх дәжжалдың сипаттарын қаяқтан біліп тұр деген сұрақ туылады. Шашын айтқан, көзін айтқан, иығын айтқан, аяғына дейін айтқан пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, денесін айтқан, есегіне дейін сипаттаған, есегіне дейін астында. Қараңыздар. Осы сипаттың барлығын пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қаяқтан айтып жатыр? Ол кездескен ба не екеуіне? Демек екеуі не істеген? Кездескен екен, ана қараңыздар. Қаяқта кездескен? Ол қаяқта кездескендігін келесі сабақта айтатын болып қалдық қой. Көрдіңіздер ме? Осы жерде аяқтайық, өйткені келесі сабақ уже Худ пайғамбар, Солих пайғамбар, ары қарай Лут алейхиссалам, Ибрахим алейхиссалам пайғамбарлардан пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның абзалдық жайында айтатын боламыз. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта астағфирука ва атубу илейк. Алла тағала баршамызға пайдалы ілім берсін. Алла тағала баршамызды Мәсіх дәжжалдың, дүниенің, ақыреттің, қабірдің азабындағы фитналардың барлығын Алла өзің сақта. Аллахым біздерді және отбасыларымызды, күллі Мұхаммади үмметті және ұрпақтарымызды Алла өзің сақтағайсың. Раббым, Алла өзің разы болатын амалдарды жасап, өзіңмен разы болған күйде қауышуды баршамызға нәсіп ет. Ва салаватуллахи ва саламуху алейхи ва аля алихи ва сахбихи ва саллим. Вальхамдулиллахи раббил аламин. Алла өзіңнің пайғамбарыңды тануға келген жамағаттың баршасының өмірлеріне, мал жандарына, ризық несібелеріне, білімдеріне, ұрпақтарына, дүниесі мен ақыреттеріне өзің берекетін жаудырғайсың. Алхамдулиллахи раббил аламин. Рахмет, Алла разы болсын.